Привет передавай. Я думала, что это... Фото? Да. Фото деп ойладың ба? Фото? Давайте? Так. Садай калге пушин, а? Что это? Там водопад. Сюда? Да. Вот, короче, дикарем все снимаем. Выехали без плана, не знаем, что где находится, но интересные места сами по себе уже нас находят. Здесь. Сол, короче, жағдай. Келіңдер, жақсы. Низковато. Я боюсь. Они Пока да бани курят. Либой. Вот, смотри. Видеоға түсіріп жатырмын мен. Потому что каждый несін бұрышын суретке түсіре алмайсың. Лучше снять на видео. Не. Дуби сататындар бар, берекетті алып тіпті. Жоғарыға шығатындардың очереди фуникулермен қырдың басына шығуға. Біз де тұрамыз походу осы очередте. Масқара. Максимально медленно двигать, чтобы это не было распущено. Опа. Вот это внизу район, где весь тушняк вообще в городе проходит. Вот. Это наша гостиница.
Сол, короче, грузинский көктөбеге көтеріп батыр атап қарап отырсаңдар. Так, құрметті көрермендер дейсің ғой. Ал біз жоғарыға көтерілдік. Гранат высоқты алдық. Иә. Мына жердің табиғатынан хабар алыңдар. Ана жерге түсу керек те, походу. В общем, сол, дальше больше не істейміз ғой. Гемоглобин көтеріп жатырмыз. Мне кажется, не прям самый суперский вид, так что мне кажется, ну так. Ой, и ты здесь, Если Сесилия? выглядит хорошо и как бы атмосферно, Ты здесь. Я білем. Батонай менің телефонымды қозғап, сүрткізбей әтір өзі. Өте қой. Нәт бізді сұртқын оны. Сүті әтір өші. Қазір мына жерге не жасап жатыр? Гранатовый сок жасап жатырмыз. Хауға көтерілдік қой, күш керек. Сол, мына кісі сол келгелі бері клубника жеп жатқан основной рацион. Чачадан хабар ал дейсің. Жақсы, батон да отыр мына жерде. Батон. Гранаты. Құрметті Перизат пен Бегімсұлу дейсің. Қалай екен сендерге? Грузинский көктөбе. тек өте ыссы. Сұлу болмаса, бірінші бәрі жақсы, өте әдемі. Ыссы болғанда да бар. Кеше неге жаңбыр жауады деп жатыр еді? Мамочки, бұл. Не, жөтеліп тұрмын страшно. Қорқынышты екен. Канатқа ие отырсақ та ұмытылады. Бәрі өте тығыз салынғанда үйде. Турциядағы сияқты, Турцияда. Называется двойное видео. Ағаштар деген астara биік. Бұл видеоны жіберіп жатыр ана жақта. Мен видеоға түсіріп жатырмын ба? Мен бүйтіп қатырып отырмын. Иә. Батона. Қараш, помидор қандай. А мынау не? Зеленый? Ананы білемін не екенін. Бізде өседі сол. Мынау бізде үйде өседі ғой. Аты қалай қап тұрып. Ол не ғой? Ол аты мен ұмытып тұрмын. Бізде үйдесі бар, үйдесі тұр. Иә. Как это называется? Қазір айтамын атын. Короче, мына көшеде тоже неше түрлі кафе ресторандар бар. Және де дейсің. Бұл жерде андай в основном мажорлар отыратын жер. Оның ішінде қазақ пен орыстар жүрген. Сол себептен чувствуем себя как дома деп айтасың дейсің. Может отырармыз. Грузинский дворлар мынандай болады екен примерно. Қызық. Кішкентай андай неден өтесің. Сосын айналасының бәрі бітеу.
Екі жағында сквозной входы бар. Сосын дворларына мынандай кішкентай бірдеңелер өсіріп қояды. Қызық. Пшеклар сияқты өсті. Сейчас мы направляемся в сторону Мцхета. Это древняя столица Грузии. Изучать достопримечательности. Это наш гид. Георгий. Да, Георгий. Наш меч и щит. Вот здесь вот сзади наши очаровашки. Так, сейчас буду по возможности снимать, сильно не вертеть камерой. Мына жартастарды көрдіңдер ғой. Ол прям жартастардың үстеріне салып тастаған зданиялардың бәрін. Я одного пишу, он был царем в 5 веке, да? Кстати, в 5 веке, христианство очень поднялось, и один его епископ, он его оскорбил. Потом, когда он перед ним поклонился, начал обидеть, он ударил царя в зубах, зуб выбил, ударил. Представь себе, он встал, отправил посланцев в Грецию, оттуда вызвал этих христианских этих. Попал, это же не самолет. А это что за здание впереди? King David, так называется. King David? Да, это апартаменты, это офис. Ага. А вот это с правой стороны, просто жилой дом? Жилой дом. Вот там впереди это Министерство обороны. Министерство обороны, ну еще рядом. Ага. Смотрите, какой мост интересный. В наших городах особо нет таких каменных мостов, у нас все современные мосты. Жасылға батып тұр да қала. Сейчас мы уже за город, да, выехали, да? Выезжаем сейчас. Выезжаем, да. Мына жер Алматы сияқты, ана неге бардық қой біз Исыққа, білесің бе? Сол жол осындай да. Вендис, да? Күшті бургері Вендис пробовали.
Что это? Электростанция. А, гидроэлектростанция? Электростанция, да. Hydro Power Plant. Вот так вот. Al bigovne, senin adına. Таудың басында күшті мынандайлар ашып қойған деген бұл адамдарға ыңғайлы. Қазір біз Жуари деген жерге келдік. Мынау бір таудың ортасында, қырдың басы ма сондай. Добро пожаловать в Грузию. Да здравствуй, Алга-Берик, ваш лидер, Дарига Назарбаева. Мыналар шай батыр. Кико жүр ана жақта китпен. Местные достопримечательности исторические. Қызыл үйіп. Мына жерде адамдар қабылып жатыр. За место. Получше фотки сделать. Так, алдарыңызда тұрған Мцхета деген Грузияның ең бірінші астанасы, көне қала. Төменде тұрған. Мынау екі өзеннің тоғысқан жері. Сөйтіп бір өзен болып ағарандай төменге ағады. Сол біз қазір басында тұрмыз, бұйыртса ана жаққа барып жақыннан дұрыстап бәрін қараймыз, түсіреміз, бәрін сендерге көрсетеміз от души. Сол жерден еще тамақ ішіп алу керек ақылы. Сол. Мына жерде тұрған ескі шіркеу таудың басында тұрған. Сол адамдардың бәрі ішіне кіріп жатыр, қарап жатыр. Мен бұның ішіне кірмейтін болармын. Ана жерде тұр баламен, қасында гид бар. Гога деген. Жақсы жігіт екен. Айнала толған туристер. Лескі болып жатыр бәрі. Біздермен бірге болыңдар. Скучно не будет. Мцхетаға кіріп келе жатырмыз уже. Мына жерден ағаштар көп көрініп отыр.
Это тоже что-то государственное, да? Вот это вот государственный камень вот большой. Қайран өмір, сайран өмір дейсің. Осы жерде біреу болып тұрмағасына жазда келіп демалып. Қиу деп қойып. Мен оңды ішіп, жайлап етіңді ашып жіберіп дейсің. Грузин достарын шақырып алып. Ана десе чурчхелы, да? Чурчхеланы жеп, қазақша шаймен. Вот из патрулей полицейских, да, если сюда обращаются, надо просто улыбнуться, да, все, то же самое по-русски. Да. Нельзя. Сделаем круг. Колобок, я тебя съем дейсің. Ал келдік Мцкетаға. Қазір көреміз. Мына жер деген не сияқты ғой шын. Шайқай жуылып атқан сияқты ғой. Движуха. Как ана Алматыдағы медеуге шығып батасың ғой, сондағы жер сияқты, да? Вкусняшки. Снимайте. А, не, нормально. 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 Taka szawarma hebrajsko-arabska, krojone, smażone mięso. Сен мынаны ал, мен баланы істеймін. А? Сен мынаны тұра, мен баланы. Да, и все у нас хорошо. Прям садитесь, я сразу. Кто не успел скопить, тот, кого уже никто нигде ничем не делал. Нитка, бархат, да и волки, вот и все дела. Да еще Талмуд на полке, да, жизнь шла и шла. Pastilla, vino, cha-cha. Сушеный хурмасын жеп қоямыз ба? Нормально ма? Да. Да. Добавить? Да, добавь. Все, нормально. Хурма дейсің, да? Хурма, дорогой, покупай хурма. Киев, да.
А сколько лет этому строению? Это построили в начале 10-го или 11-го века. Вот так вот. Это мы сейчас Очень грустно. Madloba, дорогой Руслан. Короче, моя цена 2 лара. Оған адам әйтеуір. Жыға. Кішкентай батончик хачапури жеп отыр өзі. Биконай, аджара гуджуде. здесь это аджара. Ол біздің досымыз. Потом это аджара. Уголок. Күшті мына жер. Аштанда. Ey Gamarjovalar. Бүгін кетеміз Тбилисиден. Кеткіміз келмей тұр, да? Да. Эх. Мынандай табиғаттан қалай кеткім келеді, ё-майы. Жаңбыр жауайын деді, біз кетейін деді, қандай қалақай. Соуға. Балапан, сен де кетпейсің бе? Сен де кеткім келмей тұр ма деген ғой біз сияқты. Соу. Давай, гудбай, Грузия, от души. Ты нам понравился. Дорогой, дорогой. Дорогой, ты нам очень понравился. Қайтып келеміз бұйыртса, достарымызбен, ата-анамызбен деген сияқты. Сондай. Мадлова, короче. Мадлова.